Саламатсыздар ма? Мен Шалқар ауданы номері 5-ші мектеп лицейінің 10-ші А сынып оқушысы Ұзақбай Қарақат. Менің бизнес идеяларын жобасына ұсынатын өзімнің жобам, яғни шығыннан құндылыққа атты бизнес жобасы. Жетекшім Баймурзина Гүлден Қадырбайқызы. Жобамның мақсаттары мен міндеттеріне тоқтала кететін болсақ, тазалыққа ұмтылыс арқылы ұлттық мәдениетті жаңғыртып, операциялық шығынды үнемдеу, табиғи бораны келешек ұрпаққа қалдыру үшін қалдық көлемін азайту, адал еңбек пен қызмет сапасын арттырып, бағдарламаларды енгізіп, өлкеміздің гүлденуіне атсалысу. Жобамның маңызды қағидаттарына тоқталсақ, яғни өзектілігі Шалқардағы ескірген қоқыс жүйесі, ұлттық тазалық мәдениетіне қайшы келетін ресурстарды ысырап ететін үлкен мәселе болып табылады. Біз бұл мәселені жаңа технологиямен шешеміз. Күтілетін нәтиже, яғни жоба арқылы қаржылық тиімділік артады, үнемделген ақша мен қайта өңдеуден түскен табыс коммуналдық қызметтің өзін-өзі қаржыландырылуына жол ашады. Нәтижесінде, яғни ауданның экологиялық ахуалы жақсарып, халықтың тұрмыс сапасына деген сенімі артады. Цифрлық трансформацияға тоқтала кететін болсақ, яғни 3 бағыттан тұрады. Біріншісі, яғни бізде талдау және өлшеу. Қоқыс жинаудың қазіргі процесін құндылық ағынның картасы арқылы жан-жақты талдаймыз. Үнемділік жағынан, яғни тиімсіз маршруттардың нақты үлесін анықтай аламыз. Оңтайландыру нәтижесінде, яғни жинақталған деректер негізінде жасанды зердемен басқарылатын бағдарлама арқылы ең қысқа және тиімді жаңа маршруттарды құру. Цифрлық бақылау, яғни қоқыс машиналарының жұмысын жер серіктік бақылау жүйесі арқылы нақты уақыт режимінде үздіксіз қадағалауды іске асырамыз. Өзімнің болашақ мамандығы менеджмент және басқару саласы болғандықтан осы бағытымыз 4 тиімділіктен тұрады. Біріншісі, яғни бізде операциялық тиімділік, маршруттар арқылы жанармай шығынын, техниканың тозуын және жұмыс уақытын азайтамыз. Экология жағынан, яғни қайта өңдеуге бағыттау арқылы полигонға түсетін қоқыс көлемін азайтамыз. Менеджмент саласы бойынша, яғни цифрлық бақылау арқылы қоқыс жинаудың қателіктерін төмендете аламыз. Рухани тиімділік, яғни бізде ауданның рухани келбеті жақсарады, халықтардың шығымы азаяды. Өздеріңізге белгілі, яғни елбасымыз Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығы бойынша 2025 жыл жұмысшылар мамандығы жылы болғандықтан, осы бізде экология саласын және ауданымызды көркейтуге үлкен үлес қоса аламыз. Қорытындылай келе айтарым, яғни атамекен тазалығы ұлттық қасиет деген ұстаныммен ұсынылатын бұл жоба Шалқар ауданының қалдықтарды басқару жүйесін тек қана техникалық тұрғыдан емес, сонымен бірге рухани мәдени тұрғыдан да жаңартуға бағытталған. Бұл бізде цифрлық трансформация әдістерін қолдану арқылы біз ысырапсыз, тиімді және қатесіз жұмыс істеуге мәдениетін қалыптастырамыз. Ұсыныстың бетінде айтарым, яғни Шалқардағы қалдық басқару моделі тұрақты дамытудағы жалғастырып, оны басқа аудандарға жаратудағы жоспарлаумен қатар халық арасында экологиялық сұрыптау мәдениетін күшейту. Осы жерде өздеріңізге көріп тұрғандарыңыздай күнделікті қолданылатын заттарымыздан, осындай сувенирлер, күнделікті қолданылатын заттарымызға арнайы жұмыстар жасалынған. Назарларыңызға көп рахмет. Осы берілген QR-кодта осы Шалқар ауданының тұрғындарынан және мектебіміздің ұстаздарынан алынған сұхбат бейнеленген.